Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мен мынау қосымша жұмыс сұрап келген болатын. Алайда мынау Алдаберген Алмат мынау бүгін қабылдау күні екен 4-тен 6-ға дейін. Енді мен мынау заңды түсінбей отырмын. Тұрақты жұмысы барларға 0,5-пен жұмыс істеуге болады, ал қоғамдық жұмыс істейтін кісілерге келесі мекемеге ауысса 1 жылға дейін жұмыссыз отырады деген заңды мен кеше бірінші рет естіп отырмын. Енді айтайын дегенім, бұл сонда басымен жүретін заң ба, мен түсінбей отырмын. Наоборот, бұл билік өкілдеріне арналған заң ба, сонда бәріне қолайлығып, тұрақты жұмыс істейтіндер, тұрақты жұмыс істейтін кісілер жаңағыдай қос жұмыс істеп 0,5-пен жұмыс істейді, ал қоғамдықпен жүрген кісілер мысалы бір мекемеге ауысса 1 жылға дейін бос отырады деген, ол қандай заң, мен түсінбедім. Мен енді айтайын дегенім, мынау бүгін қазір Алдаберген Алмат дегенге 4-тен 6-ға дейін қазір кіріп, осы жөнінде білгімге отыр. Енді Сыр Медиа газетінің бір 3 көшесін таратайын десем, ол көше пошта бойынша келісім шартпен келмейді екен газеттері. Енді мынау парламент үйінде отырған көкелерге айтатын, мынау заң енді масқара, енді мынау инфляция болып жатыр, мына группадағы адамбыз, мысалы тұрақты жұмысы бар істейтін кісілерге жаңағы 0,5-пен 5-6 жерде жұмыс істеуге болады дейді. Олар отпуск алады, аванс алады, жаңағыдай басқа да көмектер алады. Ал біз тек 100 мың теңге айлық аламыз, оның өзінде аванс алмаймыз, отпуск алмаймыз. Сонда бұл қандай заң, мен түсінбей отырмын. Парламент үйіне айтатын. Мына жерге келеміз қазір. Заңды айтады, түсіндіреді де жібереді, бір брифинг жиналыс жасап, қандай варианты бар, көмек берейік деген ондай ешқандай түйсік жоқ. Жиналыста ма? Сонымен енді не істейтінін мен білмей отырмын. Қазір енді парақшама берем. 4-тен 6-ға дейін бола ма қабылдау? Алматтың қабылдау. Жиналыс болады. Жоқ, 4-тен 6-ға дейін. 4-те бір жиналыс бар. 4-те жиналыс бар. Қабылдау болмайды ғой енді. Қабылдауы. Сол кезде келіп көресіз. Иә, кеп көрейін. Сонымен енді мына заңды не істейміз? Мына жұмыс жоқ, инфляция, группадағы адамның қалай болады? Мынау жиналыс жасай беру, пәлемнің айлық, мына экономикалық шығын келтіретін адамдар мына осындай болып жүреді міне. Енді айтайын дегенім, Сыр Медиа мекемесіне барып, мына сөйлесейін десем, өткен жолы Сыр Медианың мәселесі бойынша 3 айдай жұмыс істеген болатынмын. Сонда бір газеттер түгел болмай айқай шу болып, осындай болып, жандай қалайсың, айқай шу болған екі ортада. Мынау таратпайтын газетімді жаңағы менің мойныма іліп, жаңағы Қабанбай Батыр көшесінің газетін мен Қабанбай Батырға таратпаймын. Енді айтайын дегенім, мынау қай кезде біздің таңымыз атады? Міне парламент үйіне сұрақ. Жандарбековке, Тұрабаев Мұрат, Баймұратова Жібекке сұрақ. Қай кезде біздің таңымыз атады? Инфляция болып жатыр. Сіздердің ол мынау бітпейтін жиналыстарыңыз, бітпейтін жаңағы іс-шараларыңыздан біз шаршадық қой әбден. Бұл қай кезде таңымыз атып, қай кезде жаңағы жағдайымыз жақсарады, жағдайымыз. Мынау мәселені мен парламент үйіне жазатын болам, өйткені себебі бізде мынау жұмыс істеп жақсы өмір сүргіміз келеді. Мына кәсіпкерлер бәрін шақырып алып, міне жиналыс жасай береді, міне. Ал былайша уақытта әкімді көрмейміз. Бір-екі рет телевизордан көрдік әкімді. Былайша енді мынау акиматқа келген кезде көрмейміз әкім дегенді. Енді замдарында көріп отқан жоқпыз. Ол көргенмен де жаңағыдай заң шықты, біз жібере алмаймыз дейді. Сосын мына есіктен кіріп шығып, жаңағы жыннан айырылған бақсыдай кіріп шығып жүреміз, болды. Ешқандай нәтиже жоқ. Әшім ағайдың кезінде жаңағы брифинг жиналыс жасап, көмек беріп, жаңағы басшыларды жинап, осындай мұқтаждарға көмек беріңдер деп, осындай қылып
арқасынан қағып көмек беретін еді. Енді қазір мына жерде көмек түгілі әкімнің түрін көрген емеспін. Түрін көрген жоқпын әкімнің. Бір-екі рет телевизордан көрдім. Осы мәселені мынау парламент үйіне Қасым-Жомарт Тоқаевтың назарына, ел президенті, сосын мынау Шиелі аудандық прокурордың назарына ұсынамын. Мына инвалидтерге де бір көңіл бөлсе деймін, мынау Жандарбеков айтпай. Біз қиналып кеттік, жаңа инфляция болып жатыр. Жаңа да бір Людмила деген кісі жағдайын айтып кетті. Ол кісіге де көмек берген жоқ. Енді тіркеліп бара жатырмын деп, не істерін білмей отырмын деп жылап еңіреп кетті жаңа. Енді мынау мұқтаждар, инвалид кісілер ешқандай қазіргі таңда жағдай жасалып жатқан жоқ мына ауданда. Кірет, міне осылай кірет, шығады, міне проходной двор болған, кәдімгі кірет, шығады, жүреді. Қалай болса солай. Осы мәселені мен мынау КНБ-ның назарына ұсынамын, сосын бас прокуратураның назарына ұсынамын. Мына мүгедектердің өмірі қалай болады? Соны айтып берсеңіздер, тұрақты жұмыс тауып бермейді. Инфляция мынау болып жатқаны. Енді іс-шара жасап, қайта-қайта жиналыс жасайды, грамота алады, орден алады, алғыс хат алады, ал бізбен ісі жоқ. Осы мәселені тексеріп, комиссия құрып, қызметтік тексеру жүргізіп, шара көрсеңіздер деп едім.